Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Тарас FIFA. Бүгін мен қанағаттандырылмағандықтарыңыздан атты құраманы сіздерге таныстырғым келіп отыр достар. Бұл жерде енді бұл ойыншылардың барлығының аты жөні өте қиын. Енді өте қиын аты жөндері бар ойыншылар, яғни осындай бір ойыншылардан мен бір құрама жинақтадым достар. Өте қызық болады. Енді бұл ойыншылардың барлығымен мен сіздерді таныстырып өтейін. Бірінші бізде ол асықпай таныстырып. Бірінші бізде оң қапталдағы қорғаушы Зод Сара Радриабалололона деген бұл жартылай қорғаушы негізінде, бірақ ол оң қапталдағы қорғаушының позициясында ойнайды. Келесі бізде орталық қорғаушылар. Орталық қорғаушыларда бізде литвалық ойыншы, МЛС-те ойнайтын Витаутес Андришкевичиус деген ойыншы. Білмеймін, енді қате айтып отқан сияқтым, ішімсіз отыр, қате айтып отқан сияқтым, бірақ оқығанша ал оқыдым бұл футболшының аты жөнін. Келесі бізде тағы да бұл орталық қорғаушының қасында Анастасиос Чатзигиованис деген қорғаушы. Енді бұндай құраманың қатысуымен ойынды кез келген комментатордың қорқынышты түсі шығар, бірақ біз енді осылармен де қазір бірінші дивизионда ойнаймыз. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал келесі бізде жалғастырайық. Жалғастырғанда сол қапталдағы қорғаушы бұл жерде Ильяс Чатзифиодоридис дейді. Бұл жаңағы алдындағы ойыншы сияқты грециялық ойыншы. Грецияда осындай қиын аты жөндері бар футболшылар көп. Бұл жерде сол қапталдағы қорғаушы 54-ақ рейтинг, бірақ бірінші дивизионда енді көреміз не болатын. Келесі бізде жартылай қорғаушыларға келіп жеттік. Бұл жерде мадагаскарлық ойыншы. Бұл жерде біздің құрамамызда 3 ойыншы бар Мадагаскардан. Міне соның бірі. Яғни жартылай қорғаушымыздың аты бұл Марко Илай Махаритра деген жартылай қорғаушымыз. Енді келесі бізде мынау ойыншының қазір аты жөнін айтсам, енді қазір Таразда жаңбыр жауып кететін шығар аяқ астынан негізше. Бір андай кинодағы Гарри Поттер ма, басқа да кинодағы бір магияны орнату үшін былай айтылатын сөздер ау деймін негізі. Қараңыздар, енді қазір Таразда жаңбыр жауып кетпейтін шығар, бірақ күн кішкене бұлт болып тұр ше негізі. Айтайын ал. Бұл мадагаскарлық футболшы, оң қапталдағы жартылай қорғаушы Чарлес Карулус Андриа Махициноро деген мадагаскарлық жартылай қорғаушы достар. Енді жаңбыр ешқандай жауған жоқ. Бұл енді басқа бір магиялық бір сөздер шығар. Келесі бірақ ойыншымызға көшейік. Бұл үшінші біздің мадагаскарлық ойыншымыз. 3 мадагаскарлық ойыншы бар, жаңа жоғарыда айтып кеткендей. Бұл солардың бірі. Лалайна Номен Жана Хари деген. Номен Жана Хари. Енді қазір біз матч ойнағанда енді бұлардың аттарын, фамилияларын қалай атайтынын білмеймін, енді қазір көреміз ойында қалай өтетінін. Келесі бізде тағы да грециялық футболшы. Бұл Лазарос Кристодополопулус. Біздің шабуылшымыз енді таза қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деген сөзге келіп тұрған футболшы екен. Енді Билли Кеткиофон. Анау мынау емес, Лига 1-де ойнайтын футболшы, бұл франциялық. Енді достар, тағы да бір 2 ойыншы қостым. Тағы да бір 2 ойыншы жетіспей жатқан еді. Осы қиын аты жөні бар ойыншылар екеуін таппай қойған себепті мен енді өзіміздің каналдың жұлдызы бұл Корай Алтынай деген жартылай қорғаушыны қойдық. Түркиялық жартылай қорғаушы. Оны қазақтар FIFA 18-де деген видеода сіздермен таныс болған шығар бұл футболшымыз. Екіншісі бізде ол аты жөні енді кішкене бір түрлі. Польша үшін қарапайым ат-шығар. Баран деген қақпашы біздің енді қақпамызды қорғайтын болады достар. Енді бір тамаша құрам жиналды бұл жерде. Және де бізде қосалқы құрамда ешкімге керегі жоқ ойыншылар да бар. Роналду, Марес, Кошта деген сияқты ойыншылар резервта тұр, қосалқы құрамда тұр. Оларды екінші таймның бір уақыттарында жіберіп қалуымыз мүмкін, шығаруымыз мүмкін. Енді достар, біз бірінші дивизионға кірейікте өзіміздің қарсыласымызды іздейік. Бірден біздің қарсыласымыз табылған секілді. Бұл жерде Дослан Геймер 1990. Дослан Ақтөбе деген қарсыласпен ойнайды екенбіз. Бұл жерде Дослан Барселона формасымен ойнайды, ал біз
өзіміздің қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деген қарсыласының құрамасын көрейік. Бұл жерде Ла Лига, Серия А, в общем гибрид, яғни аралас лигадан жиналған құрам екен. Бұл жерде Лео Месси. Енді қорғаушылар да өте тамаша екен, бірақ Месси әшейін сол аяғының бір соққысымен барлығын шешері мүмкін. Енді Мессидің аты Месси. Бұл жерде кім бастайды бізде? Кет Хем Фон. Қаяқтан несі? Кет Кё Фон деген шабуылшымыз бастады, достар. Ойын басталды. Енді ойын қалай жүреткен көрейік. Дослан енді кішкене бізді аяп қатты ойнамайсың ау дейме? Так, Дослан бірақ бізді ешқандай естіп тұрған жоқ. Допты кішкене ұстап көрейік, қалай ойнайтын әлі білмеймін бұл футболшылардың. Доп тоқтатты жер. Доп тоқтата алады екен. Жақсы. Оның өзі жақсы. Пас. Жақсы. Кеткео дейді. Кеткео екен бұның лақабаты. Кеткео Фонның. Алтынай. Алтынай! Не істедің? Алтынай, артық айт. Жүгір артқа. Жүгір. Пас. Соққып. Баран! Енді Баран бұл жерде... даже Дехеяның өзі қорғауы. Дехеяның өзі бұл сәтте сейк жасау екіталай еді. Бірақ Баран секірді хотя бы. Секірді, орында бір тұрып қалған жоқ деп айтайық. Баран топты ойынға қосты. Жақсы, пас беру керек. Ой, не мынау? Оп-оңай соқты. Лионель Месси айтып отырмын енді. Бірінші дивизионда Лионель Месси бар. Досланға қарсы ойнау. Енді 2-0 енді кішкене күтілген нәтиже деп ойлаймын мен. Өз басым. Кеткео. Адриан Махистанаро. Жақсы. Илай Махаритра. Алтынай, пас. Жақсы. Так, Лалайна. Кристодополопулус пас. Илай Махаритра. Тамам ұрып кетті ғой мынау. Фамилияларын оқиын деп. Ей! Баран! Жүгір, жақсы. Адрия Маханистра. Замах. Пас беру керек. Пас. Жылдамырақ. Пас беру керек. Жақсы. Артқа. Жақсы. Алтынай, пас. Ортаға. Дұрыстап пас берсе Алтынай. Кетті ғой анау. Кетті. Андрюшкович. Құтқар. Аясайшы Дослан. 4-0 ғой, 4-0. Жай ойнасай кішкене. Жақсы. Пас. Сквозной. Соққы. Гол. Кім? Лазарус. Кім еді аты? Ұмытып қалдым атын. Енді бұл атты жаттау қиын шығар енді. Түсінсіз керек енді Лазарус кім еді аты? Тегін бұл жерде енді Лазарусмен дәрі көп күш бар ойнауға, гол соғуға деп көрсетіп жатыр. Және де Лазарустың голын қайталап көрейік достар. Міне қараңыздар. Бұл жерде енді өте тамаша гол. Кім? Кристодополопулус. Лазарус Кристодополопулус деген біздің сапнигіміз гол соқты. Бір голдың өзі тамаша. Бір гол соққанның өзі ерлік. Алтынай, жақсы пас. Кристодополопулус. Кеткео Фон, жүгір. Пас. Өте әдемі пас. Ей, Дану! Дослан, не істеватсың сен? Дослан. Красный ғой ма таза? Қызыл қағаз, давайте Матюдиға. Болмайды етіпсі. Сары қағазда жоқ па? Точно судьяны сатып алған негізін. Болмайды, қараңыздар. Бірге бір шығып бара жатып, Кеткео Фон қараңыздар. Не мынау? Осыған қызыл қағаз беру керек қой, қызыл қағаз. Матюди алсайшы кішкене, қызыл қағаз сұрасай, қызыл қағаз, мен деймді, қызыл қағазға ойнадым, қызыл қағаз беріңізші деп айтса болады Матюди дейді. Бірге бір шығып бара жатып, енді бұндай. Енді бұл үшін енді жазалау керек. Қақпашыны Матюди жазалау гол соғу керек. Бұлай. Пас. Кеткео Фон. Соққы. Айдалаға. Так, Гомес. Не деген пас мынау? Қалай өтіп отыр мынау пастың бәрі?
Қорғаушылар қарап тұр. Жақсы. Бұл жерде енді достар мен ойыншыларды алмастырайын сіздердің рұқсаттарыңызбен. Әйтпесе мынау қарсыласқа енді ойнау мүлдем қиын болып бара жатыр. Тимо Вернер шығарайық және де Хамсик. Осы 3 футбол үшін шығарайын, енді 4 гол соғамын деп айтамаймын енді, бірақ бір хотя бы 2 гол соғуға тырысайық. Бұл қарсыласымызға 2 гол соғайық. Жақсы, соққы, гол! Вернер доп аяғына тез алысымен өзінің бірінші голын соқты достар, қараңыздар. Тимо Вернер есепті 2-5-ке дейін қысқартты. Доп айырмашылығын 3 голға дейін қысқартты. Өте тамаша. Так, жақсы. Вернер. Өте тамаша финт. Вернер. Самах. Жақсы. Гол. Пенальти. Судья. Так. Өте қауіпті сәт. Итер Месси, итер. Ой. Баран. 2-7. Лионель Месси. Мына қорғаушының жыламдығына қараңыз енді. Базар жоқ. Оу, баран. Баранның керемет сейфі бұл жерде. No. Қалай? Достар, осымен біздің ойынымыз аяқталды. Енді біз осымен ойынмен бірге өзіміздің видеомызды да аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Тарас FIFA. Егер видео ұнаса, лайкты басыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер және де жаңа видеолар күтіңіздер. Сіздермен бірге болған Тарас FIFA.